сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен киім тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта біз сіздермен киімнің түрлерімен таныстық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Өткен сабақты еске түсірейік. Киімнің адам өміріндегі маңызы қандай? Қолдануына қарай киім қандай түрлеріне бөлінеді? Сари, бурка, шәлі қандай киім түрлеріне жатады? Киімнің негізгі қасиеттері деп ауа өткізгіштігі, төзімділігі, зиянды заттардан қорғауы, гигиеналық тағы басқа да қасиеттері бар. Киімнің ауа өткізгіштік қасиетті деп адам денесіне ыңғайлы, суықты, жылыны бір қалыпты ұстауын айтамыз. Төзімділік қасиеті деп киімнің тозуын айтамыз, яғни киімнің шыдамдылығын, көпке шыдауын. Мысалға, жуған кезде киімнің онып, созылып кетуі, кожа киімдерінің суыққа төзімді болуы, тағы басқа. Зиянды заттардан қорғау күннің сәулесінен, ыстықтан, суықтан, шаң тозаңнан, кейбір химиялық заттардан қорғау жатады. Балалар, бүгін біз сабақта жыл мезгілдерінде киетін киімдер тақырыбымен танысамыз. Жалпы 4 жыл мезгілі бар. Оны сендер білесіңдер. Адамдар жыл мезгілдеріне сай киімдерді киеді. Жыл мезгіл киімдері: қысқы киімдер, көктемгі киімдер, жазғы киімдер және күзгі киімдер. Қыста адам тоңбау үшін жылы киімді киеді. Қысқы киімдерге жататын тон, құлақшын, бөкебай, пима, етік, қолғап. Көктемде қар ериді, жаңбыр жауады, күн жылынады. Сол кезде адамдар көктемгі киімдерді киеді. Күртке, шалбар, ботинке, жемпір. Жазда күн ыстық болады, сондықтан адамдар жеңіл киім киеді. Жазғы киімдерге жейде, көйлек, қалпақ, туфли жатады. Күзгі киімдерге жататын пальто, күртке, ботинке, жемпір. Енді балалар, сұрақтарға жауап беріңіздер. Адамдар киімді не үшін жыл мезгілдеріне қарай таңдайды? Киім адамның келбетін өзгертетін қолданбалы сән дегенді қалай түсінесіңдер? Киім құндылыққа жата ма? Балалар, сабақты қорытындылайық. Тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, мәтін бойынша сұрақ құру. Киім адам денесін қоршаған ортаның әр түрлі әсерінен ыстық, суық, ылғал, шаң тозаң және тағы басқа қорғайтын құрал ретінде пайдаланылады. Қоғамдық дамудың қазіргі сатысында киім деп өсімдік, мал тектес және жасанды материалдардан тігіп, адамды қоршаған ортаның қолайсыз әсерлерінен қорғайтын, ағзаның қалыпты температурасын сақтайтын және сонымен қатар оған көрік беретін әр түрлі заттарды айтады. Киім адамзат материалдық мәдениетінің элементтерінің бірі болып табылады. Адамзат қоғамның әрбір тарихи даму кезеңіндегі түгін бұйымдары өзгеріске ұшырап отырады. Ол қоғамдық құрылыстың, техника мен экономика дамуының, сондай-ақ ұлттық мәдениетінің өзіндік ерекшелігін, халық тұрмысын, көркемдік талап талғамы мен салт дәстүрлерінің талаптарын бейнелейді. Біз шын мәнісінде
іш киім, жеңіл киім және сырт киім, бас киім, аяқ киім, биялай, шұлық және басқа ұйымдар сияқты заттардың кен жиынтығын киім деп түсінеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.